Баршаңызға қайырлы күн. Ыстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 15-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде нан салма тағамы, қантты пирог және қарапайым әрі тез дайындалатын салат. Біздің бүгінгі қантты пирогымыз өте жұмсақ және де үлпілдек болып піседі. Бүгінгі ас мәзірі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындайық. Бос ыдысқа жылы сүт құямыз. Қант пен ванилин және аздап ұн салып араластырамыз. Ұн қосылған сүтке ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып 5 минутқа жылы жерге қоямыз. Үлкендеу ыдысқа 2 жұмыртқа шағып араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне жұмсақ сары май саламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің ашытқымыз да көтерілді. Дайын болған ашытқыны ыдысқа құйып, ұн салып, қамыр илейміз. Ұн салған кезде аз-аздан салыңыз. Біздің қамырымыздың қоюлығы осы видеода көрсетілгендей болуы керек. Қамырдың бетін жауып 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан суық сармайға қант салып, видеода көрсетілгендей етіп араластырамыз. Пирогтың толық рецептін описанияға қалдырамын. Дайын болған сармайды қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Еріп кетпеуі керек. Ал енді нан салманың қамырын жасайық. Бөлме температурасындағы тұрған суға тұз және жұмыртқа салып араластырамыз. Сұйықтыққа керегінше ұн салып, қатты қамыр илейміз. Жасап жатқан қамырыңыз жұмсақ болып қалмасын. Себебі қамырды суға қайнатқанда езіліп кетуі мүмкін. Дайын болған қамырды қапшыққа салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Ал енді тағамымыздың салмасын жасайық. Бізге керекті заттар: пияз, сәбіз, сарымсақ, қызанақ, болгар бұрышы, сельдерей, пекинская капуста, ет, су, томат пастасы, өсімдік майы, тұз, қара бұрыш және лағманға арналған дәмдеуіш. Қазанға май құйып қыздырамыз. Қызыған майға ең алдымен етті салып қуырып аламыз. Ет жақсылап қуырылып болған соң, үстіне сәбіз бен сарымсақ салып, оларды да қуырып аламыз. Туралған пиязымызды салып, пияз жұмсарғанша қуырып аламыз. Пекинская капуста, томат пастасы және де басқа да дәмдеуіштерді салып қуырамыз. Ең соңында болгар бұрышы, қызанақ және сельдерейді салып, аздап қана қуырамыз. Болгар бұрышы езіліп кетпеуі керек. Үстіне суық су құйып, қайнап шыққанын күтеміз. Су қайнап шыққан соң, астын төмендетіп, аузын жауып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің пирогымыздың қамыры да дайын болды. Ашыған қамырды осындай қалыпқа астына пергамент қағазын төсеп, қабырғасын майлап және астына аздап қана ұн себіп, қамырды саламыз. Қолымызды аздап қана ұнға батырып, осылай қамырды жайып шығамыз. Қолда майлауға болмайды, тек ұнмен жаю керек.
және де бұл қалыптың диаметрі 23 сантиметрлі. Қалыптың бетін жауып 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Осы аралықта нан салманың қамырын жайып шығамыз. Қамырды екі бөлікке бөліп, дөңгелектеп, бір қамырды қапшыққа салып, ал екіншісін жаямыз. Қамырларды тым жұқа етіп жаймаңыз. Екі қамырды да жайып болған соң, үстелдің бетіне қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай, біздің пирогымыздың қамыры осылай көтерілді. Сұқ саусағымыздың ұшын өсімдік майымен майлап, пирогты осылай тесіп шығамыз. Қамырдың бетіне дайындап қойған сармай мен қантты салып шығамыз. Дайын пирогты 160 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Жайып дайындап қойған қамырларды осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды көп тұрғызбай, бір қасық тұз және аздап қана май құйылған суға пісіріп аламыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған болуы керек, және газ немесе плитаның асты жоғары болуы керек. Қамыр қайнап шыққан соң, қайнап тұрған суда 3-4 минут ұстаймыз. Үстіне суық су құйып, қамырды судан аламыз. Міне, біздің қамырымыз да дайын. Қамырды пісіріп жатқан аралықта біздің пирогымыз да пісті. Енді пирогтың үстіне сливки құямыз. Сливкиді құйып болған соң, духовкаға тағы 5 минутқа саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирогымыз да дайын. Бұл пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіретін және де жұп-жұмсақ болып шығады. Біздің бүгінгі ауызашардың 15-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, келесі кездескенше.